Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні бойынша 3-ші сыныптың 76-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Ендеше сабағымызды бастайық. 40-шы тапсырма өлеңді оқы. Өнердің бәрін біл деген әкемді тыңдап күндемен, ақылыммен анамның сурет салуды үйренем. Жеті өнерде аз деген атамды тыңдап күндемен, ақылыммен әжемнің ойып үйренем. Домбыра шерту аз деген ағайды тыңдап күндемен, ақылыммен күйшінің күй татуды үйренем. Бұл өлеңнің авторы Жұмабай Қайранбай. Осы өлең бойынша сұрақтар бар екен. Бірінші сұрақ: өлең не туралы? Оған ат қой. Өлең әртүрлі өнер жайлы. Атын өнер деп қойсақ болады. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі негізгі ой өнер үйрену. Өнер туралы яғни. Үшінші: өлеңдегі бала туралы сенің пікірің қандай? Ата-анасының ақылын тыңдап, өнер үйренуге құмар баланың бейнесін көремін. Төртінші: өлеңнің соңғы шумағын 4 жолын көркем жаз. Бұны дәптерімізге жазып аламыз, балдар, 4 шумағын. Бесінші: қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Қосымшаның сөзге қандай мағына үстеп тұрғанын айтып көр. Өз ойыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр. Әкемнің бірінші жақ жекеше, ақылымен үшінші жақ жекеше, анамның бірінші жақ жекеше. Енді бізге ереже берген екен, соның ережені оқып алайық. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп атайды. Мысалы, өнерім, әкем, әжең, аты, атасы. Тәуелдік жалғаулар үш жақты, жекеше және көпше түрде айтылады. Досым, досың, досыңыз, досы, досымыз, достарың, достарыңыз, достары. Есіңе сақта дейді. Зат есімнің тәуелдік жалғаулары. Бірінші жақта жекеше ым, ал көпше ымыз, іміз. Екінші жақ жекеше ыңыз, ыңыз. Көпше түрде ыңыз, іңіз. Үшінші жақ с. Көпше түрде с. Осыны есте сақтап аламыз, балалар. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақты. Бізде келесі тапсырма. 41-ші тапсырма: шығармашылық үзіліс. Жұмбақтың шешуін тап. Екі желім күйдің көрегі, әннің көлігі. Бұл жұмбақтың шешуі домбыра. Осы неге сұрақ берген екен. Тәуелделуі зат есімдерді тауып, түбір сөздің соңғы дыбысының өзгеру себебін түсіндір. Көрігі, көрік. Көрігі оның көрігі. Үшінші жақ жекеше. Көлігі, көлік. Көлігі оның көлігі. Үшінші жақ жекеше болып табылады. Келесі 42-ші тапсырма. Суретке қара. Ыбырай Алтынсариннің Кел балалар оқылық өлеңіндегі мазмұны осы суретке сәйкес келетін жолдарды тауып көр. Сол шумақтың мазмұнынан не ұққаныңды әңгімелеп айт. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық, сиса көлік үстінде тоқу менен табылған. Бұл Ыбырай Алтынсарин өлеңі, балдар. Ыбырай Алтынсарин жастарды оқуға, білім алуға үндейді. Оқу, өнер, ғылым, білімді жай ғана алмай, ықылас қойып зейінімен тыңдауды айтып тұр. Үстіміздегі көлік тоқу арқылы келгенін туралы сондай білім алу үшін де қажымай, талмай еңбектену керегін айтады. Суретте мысалы сондай сурет бейнеленіп тұр. Келесі 43-ші тапсырма. Берілген сөздерді тәуелдену ерекшелігіне қарай топтап жаз. Мысалы, бірінші жақ домбыра. Екінші жақ домбыраң, домбыраңыз, үшінші жақ домбырасы. Қылқаламың, қылқаламыңыз, екінші жақ, қылқаламы, үшінші жақ. Добың, добыңыз, екінші жақ, добы, үшінші жақ. Өстіп жазып аламыз, балалар, топтап. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңдар.